Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге жаңа жылдық дастарханға арналған мандарин салатының рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен осылай алдын ала теркадан өткізілген сырымызды саламыз. Үстіне жұмыртқамызды саламыз. Барлығын алдын ала теркадан өткізіп аламыз. Енді етті немесе тауық етін осылай сақтап турап аламыз. Енді дәміне қарай тұз және де майонез салып, жақсылап араластырып аламыз. Қыздар, менің каналымда шығып отыратын жаңа рецепттерді жоғалтып алмас үшін міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін қосып қоюды ұмытпаңыздар. Сәбізді де алдын ала теркадан өткізіп, дайындап қоятын боламыз. Салатымыздың сыртын әрлегенге. Енді салатымызды жасауға кірісеміз. Қолымыздың көмегімен домалақ пішінге келтіріп аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп, осылай мандарин тәрізді етіп домалақтап аламыз. Енді жаңағы дайындап алған сәбізімізді осылай пакеттің үстіне жұқа етіп жаймалап шығатын боламыз. Сәбіздің үстіне жаңағы домалақтан формамызды қойып, сыртын қаптап шығатын боламыз. Барлығын осы видеода көрсетілгендей етіп, дайындап, орап, жасап шығатын боламыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздердің көңілдеріңізден шығады деген үміттемін, және де жаңа жылдық столдарыңызды өте әдемі етіп көрсететін болады. Осылай пішінін келтіріп алатын боламыз. Біздің салатымыз дайын. Өз қалауыңыз бойынша әсемдесеңіз болады. Сіздермен болған Жансая.